Қызбын жігітіммен жүріп жүргенімізге жарты жылдай болып қалды басында. Бір-бірімізден ұялып жүрдік. Бір күні менде овуляция болып жүрген. Как рас сонымен тиктоктан видео жіберді, көріп өтірік күлдім да, солай сол бір түрлі тема туралы әңгімені ашық айтып екеумізде соны қатты қалап жүргенімізді біліп бір күліп алдық. Солай ашық нені қалатынымызды, неден ұялып жүргенімізді айтып келе кездесуде похуй жасаймыз деп шештік. Сонымен жолықтық. От души дем жетпей қалғанша сорыстық. Өзіне қатты қысып тұрған соң тұрып тұрғанын сезіп тұрмын. Оядан сайын суландым. Тем более овуляция. Сосын байқамағанда қолымды тигізді. Күліп ұстаным кеп тұрма деді. Давай деп по приколу айтып етіп алдына ақтып шығара салды. Қақиып тұр екен. Қумаш деп едім. Ұялмаш барыбір ғой деді да қолымда алып ұстатады. Денем жыбыр ете қалды. Сомен драчит етіп бердім. Жаймен алдына түсіп керек па дедім. Өкініп қалмайсың ба деді. Жоқ дедім да кірісіп кеттім да горло жұмыртқасынан дейін жалап сорып арасында тістеп қызартып жіберіппін. Ауырттың ғой деп күліп менікін жалап бастады. Мен ыңырси кеттім. Екі қолы емшекте ұштарын қысып қояды. Сосын футболкама кіріп емшегімді сорып қысып тістеп ауыртып жіберді. Қойшы деп ыңырсыған сайын күшейіп бара жатты. Жылап жібердім. Ауырғаннан көзімнің жасын сүртіп күлді. Тәтті екен деп не ол деп едім. Суланып кеткенде кайфтан бұта салдым. Одан кейін емдің күшті болып қалдым деп сосын тағы бір сорыстық. Алдыма отыршы деді. Әлі де киімменбіз. Менде шорти қысқа жұқа, сосын прям батып тұрмаған киім болмаса кіріп кетуге шақ қалып тұр. Алдына отырған едім. Бөлімнен ұстап үйкелетмен ыңырсыдым. Точкасын дәл таптыма дедім. Елеу опыты бар ма? Сосын футболкама қайтадан кірді да қызғалғанды қойып жай еміп жатты. Екеуіне кезек ауысып неге сүт шықпайды деп қояды. Күліп жібердім. Сосын жаным үшін ғана көренші деді. Жоқ деп атып тұрдым орнымнан. Сосын онда арттан деді. Жарайт дедім. Раком тұрғызып қойып бақырғанша иттерді аямады. Артымда тұрып шашымнан да тартты. Емшегіме де көңіл болып амма да көңіл бөліп үлгеріп жатыр. уқалап мен уқалағаннан дірілдеп жатырмын. Ол одан сайын кетіп бара жатырса мен біттік жай еңкейіп едім. амыма тығып жіберді. Ай деп едім. Қазір кішкене күтші деді. Сосын әр кірген сайын ауырсынып жаттым. Уже ауырсынғанды сезбей кайф алып бастадым. Сосын кеп қалды деп күліп тез суырып алдыма қаратып жатқызып аузыма ағызып жұтшы қане деді да емшегіме бүкір жерге спермасын ағызды. жұтып қышқыл ғой дедім. Күліп қасыма жатып отырмай деді. Үстінде шауып болып бетіне отырдым. Тілі амыма кіріп шығып шылпылдап жатыр. Мен көзім аларып ыңырсудамын. Тек сорғанда бүкіл енді шығайын деп тұрған суларымды сорып жатыр. Ой, сосын жайлап көтеріп шаршы қане деді. Күшіме мініп барынша шаптым. Ол да ыңырсыды. Сомен шаршап үстіне құлай кеттім. Кеп қалды шығарайын ба деді. Жоқ дедім. Ішіме бітірді. Кеткеннің ыстығын сездім да ық дедім. Душқа түсіп тағы 2 палка тастадық. Сосын бірлерде қайттым үйге. Енді ар жолыққан сайын сігісіп тұрмасақ та сорып беріп емшегімді сорып жалап тұрады. Сорсып аламыз міндетті түрде қыздар. Советую сорып тұрыңдар.